Қайырлы күн баршаңызға. Тігін және қолөнер каналына қош келдіңіз. Сіздермен алдыңғы қызғалдақ құрағын пайдалана отырып, жастықтың тісін қарапайым әрі оңай жолмен тігіп үйренетін боламыз. Видео ұнаса әрі қарай көріп, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Түстерді үйлестіре отырып, екі түсті лента қиып аламыз. Ленталардың ақ түсті лентаның ені 5 сантиметрдей, ал көкшіл түсті лентаның ені 10 сантиметрдей. Енді сіз өзіңіздің жастығыңыздың размеріне қарап, осылай ленталарды қиып аласыздар. Каналымызда әртүрлі құрақ түрлері бар. Тігінді енді жаңадан бастап жүрген тігіншілерге таптырмас дайын видео сабақтар. Жастығымыздың беткі бөлігі дайын болды. Енді артқы бөлігін дайындап аламыз. Мұнда менде мата қалдықтарына тігілгеннен кейін, мына көкшіл матаны қосып тігіп алдым. 10 сантиметрдей, беткі бөлігінен 10 сантиметрдей кіші размерде алдым. Ал ақшыл түсті матамызды 15 сантиметрдей алдым. Енді мына көкшіл матамызды бірінші тігіп аламыз. Егер жылжып кетеді десеңіз, мен сияқты инелерді қадап жан-жағынан осылай тігіп шығасыз. Енді көкшіл матаның үстінен ақшыл матаны қойып, тігіп шығамыз.
Мінекей, жастығымыздың тысы да дайын. Осылай мата қалдықтарынан түстерді үйлестіріп, әдемі бұйым тігіп шығардық. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше.